Ұрықтарын тазалауға, магнитпен тазалауға солар қызмет көрсетеміз. 25 килолық қапта кесе, оның 15 килосы ұрық дейді. Или 10 килосы ұрық. Жақсы маман өте тапшы, біз өзіміз өкінішке орай ондай маманға әлі жолығамай жүрміз. Практикадан мүлдем хабарымыз, мысалы ол жаңағыдай басқа облыста оқып келсе, ол облыстың заты бізге жүрмеуі де мүмкін. Қандай аппарат? Мына аппаратпен бе? Петкус Селектра 218 деп айтылады. Мына аппараттың қызметі ұрықты салмағы мен көлеміне қарап бөледі. Сәлеметсіздер ме, құрметті отандастар? Біз бүгін Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Жаңа Базар ауылына келіп отырмыз. Бұл ауылға келу себебіміз тек қана егін шаруашылығымен айналыспай, тағы да бұл өз күштерімен, өздерінің мүмкіндіктеріне қарай тұқым сатумен де айналысады. Және де бұл шаруашылық ой күшімен жасалған Қазақстанда өндірілген өнеркәсіптік микробиология компаниясының фитобацилин және ризовит атты тыңайтқыштарын алғаш рет қолданып, соның нәтижесін біз білуге осы шаруашылықтың басшысы Серік Мырзадан сұхбат алуға келдік. Ал Серік Мырза, біз сіздің шаруашылыққа келіп тұрмыз. Көктем айында келіп біздің фитобацилин және ризовит препаратын сізге таныстырып, қалай қолданатынын бәрін айтып кеткенбіз. Ал енді күз келді, қазір міне өнім алып жатсыз. Өзіңіздің қазіргі жүріп жатқан қандай процестер мынау, өзіңіздің шаруашылық жайлы айтып кетсеңіз. Саламатсыздар ма? Қош келіпсіздер. Көктемде біз сіздердің екі препараттарыңызбен дәрілеп екі жерде ектік. Общий гектары 15 гектар шамасы еді. 15 гектар. Өте жақсы шығын берді. Обработкамыз да жақсы болды. Егілген уақытта да өте бір қолайлы уақытта егілді. Жақсы әсер етті. Салыстырмалы түрде басқа полиялардан 10-15% артық деп шығымдылығы, биіктігі артық деуге болады. Бізде оны енді көзбен қарағанда былай? Ол көзбен былай невооруженным глазом дейді ғой, былайша айтқанда. Сол сияқты көзбен визуальный көрінген кезде жанында көршілеріміз де мойындап жатыр, шамалы артықтау екен. Еккен балдардың өзі, қасымыздағы көршілеріміз солай өздері мойындап отыр. Мына сәл артық егілген. Жалпы осы жоңышқұрықпен айналысамыз негізінен. Қазір басқа полияларымызды орып жатырмыз, Құдай қаласа мен жақсы. Жоңышқа болғанда сіз тағы да тұқым шаруашылығы, е? Тұқым шаруашылығы болғанда негізі осы Жаңа Базар ауылына, Қазығұрт ауданында осымен айналысамыз. Осы халыққа қызмет көрсетеміз. Ұрықтарын тазалауға, магнитпен тазалауға солар қызмет көрсетеміз. Жоңышқаның өнімін қалай қолданасыз? Мал азығына ма, жоқ әлде тұқым шаруашылығына ма, қандай бағытта? Бұл өзі екі сіз айтқан екеуіне де келеді. Мысалы, орғаннан кейін жаңағыдай қалған шөбі ол малдың азығына кетеді. Ұрығын бізде Багарада өндіріледі негізі, төмен жақтарға қарай, суармалы жақтарға рұқсатылады. Өзі негізі кеңес үкіметінің кезінде осы саққоз жоңышқұрықтан көтерілген екен. Саққозымыздың өзі ауылда жоңышқұрықтан турланған. Россияға артылған дейді, кейбір Украинаға сатылған деп үлкен кісілер айтып жатыр. Иә. Өнімділігі басқа жақтарға қарағанда салыстырмалы түрде меркенікінен басқа жақтікінен кем емес деп айтып жатады енді. Жақсы беріп жатыр. Біздің осы ұрықты апарып еккендердің мен өзімнен сатып алып кеткендердің ең алды гектарына 470-480 престен алды, 1 гектар жерде. Енді ол барлық жер ондай береді деген сөз емес. Алды, рекорды былайша айтқанда өзімнен рұқсат алып кеткен адамдардың егіп сондай болғандар, сондай дәрежеде 470-480-ге дейін барды. Өзіңіз тұқымды тек қана өзіңіздің аймақта сатыла ма, жоқ әлде басқа региондарға да? Жоқ, басқа региондарға да кетеді. Бізде өзі сырттан көп осы алып сатар балдар әкетеді, төменге әкетеді. Мына жағынан Талдықорған облысына кетіп жатыр. Жамбыл облысына кетті, мына Шардара, Жетісай, Сарыағаш. Негізгі алып кететін жағымыз осы жаңа Сарыағаш жақ қой. Сарыағаш, Жетісай. Сол бағытта негізгі өнім кетеді. Мына осы бір 2 жылдың көлемінде мынау Талдықорғанға алып кетіп жатыр. Талдықорғаннан бір көрменен хабарласты. Олар енді олардың талабымызды орындай алмады. Бізде олар жаңағы мысалы Италиядан келеді, Джея бар, басқасы бар. Оларда маркетинг жағынан жақсы дамығанда мысалы ұрықтар әбден тазаланған, байытылған жаңа технология. Біздікі қарабайырлау. Мынандай Петкус 20-30 жыл болған аппараттар, осыларды тазалап,
жақта жаңағыдай магниткамен өткізіп, солай жіберіп жатқан жағдайымыз бар. Өздеріңіздің енді мүмкіншіліктеріңізге байланысты, бірақ дегенмен де тұқыммен қамтамасыз етіп отырсыздар, жоңышқа тұқыммен. Қолымыздан келгенше, қамтамасыз етіп отырсыздар. Неше гектар жерге егесіздер жоңышқа? Мендікі 100 гектар жобада, қазір 100 гектар жобасына шықтық. 100 гектар жобадан, яғни былай айтқанда, 100 гектардан сіз мал азығында алып отырсыз, тұқымды да өндіріп отырсыз. Дұрыс қой? 100 гектардың барлығы багара ма? Барлығы багара. Бұл Қазығұрт ауданында өз суармалы жер төмен жағында барды Қазығұрт ауданының. Бұл жақтың таулы жақ болғаннан кейін негізінен багара жерінде араласқан. Бұл жерде суармалы жер өте салыстырмалы түрде өте аз. Тағы бір сұрағым, жаңағы айтып отырған фитобацилл мен резовит АКС препаратын сіз бірінші рет қолданып отырсыз ба? Оны сіз қайдан естідіңіз? Оны мен Фейсбуктан көрдім. Фейсбуктан? Ол өзіміз ләжі барынша жаңағыдай осындай өздеріңіз сияқты бір институттармен жаңағыдай сұрап біліп жаңалықтарды енгізгіміз келеді. Сол үшін қолданып көрейік деп жаңа бір 15 гектарға биыл алып қолданып көрдік. Егер қасымыздағы полидан артық болса, бізде ұсынып ұсынатын боламыз деп ойлаймын мен. Дұрыс ол. Ол мынандай жағдай болғанда, мысалы, біздің ауылдан осы Жетісайдың жігіттері ұрық алып кетті. Сөйтіп алдын бір жыл бұрын алып кеткен екен. Сөйтіп ояқта біраздан егіп жатыр. Италия шетелдік өнімдерді өндіріп жатыр екен. Ол шетелдік өнім жаңа жігіттің түсіндіргенін мен өзіме істеп көрген жоқпын, бірақ олардың айтуы 25 килолық қапта кесе, оның 15 килосы ұрық дейді. Или 10 килосы ұрық. Қалғанның бәрі жаңа стимулятор роста, подкормка сондай заттар әбден байытылып береді дейді. Ана жігіт өзі диқан жігіт екен. Ол бірінші, екінші жылы жақсы өнім көрсеткенмен, ары қарай өзіміздің төл өнімімізді жақсы көрсетеді екен. Сол жігіт жаңағы дәріні өзіміздің жаңағыда осы жақтан алып дәрілерді беріп, қауындарымыз өндіреді екен. Сол қауындарымызға берген жоңышқада еккен берген екен. Бірінші жылы 3 рет өнім алдым деп айтып отыр. Осымен ұрық алып кетіп жүрген клиенттің несі, клиенттің айтуы. Сонымен қайтып айналып келіп алып кетіп алып отыр. Ол салыстырмалы түрде ол өзіміздің өнімнен шетелдік өнімден шетелдің өнімі 2 есе қымбат қой бізден, былайша айтқанда. Дұрыс. 2 еседен артық болмаса кем емес. Ал енді Серік мырза айтыңызшы, осы жоңышқа өндіру барысында қандай да бір жаңағы қиындықтар, проблемалар бар ма? Проблема жеткілікті. Мысалы, қазір біздің төңіректе шырмауық басып жатыр. Арам шөптер қаптап жатыр. Мысалы, оны ешқандай біз көрген препараттар жеткілікті дәрежеде жоқ қылып жатқан жоқ. Бәрі бір өсу бағытын тежейді. Келесі жыл қайттан шығып кетеді. Одан кейін бір жаңаша сорттарды естімедік. Жаңадан шығып жатқан тұқым, басқадан бір артықшылық деген туралы ақпаратымыз жоқ. Мүмкін бар болса бар да шығар, бірақ бізге жетіп жатқан жоқ ол ақпарат. Біз сондай ақпараттар жоқ та? Естіп бір белгілі бір дәреже жетістікке жететін, жеткен, или мынандай бір тұқым өндірілген деген нәрсені біз селекция жағынан да селекциясы айтып жатқаным ғой. Селекция жағында мамандарды керек шығар да? Маман әрине керек, ол жақсы маман өте тапшы, біз өзіміз өкінішке орай ондай маманға әлі жолығамай жүрміз. Өзіңіз іздестіріп көрдіңіз бе ондай мамандар? Іздестіріп көрдік. Біз маман болған кезде үлкен жастағы мамандарда, жаңа айтып отқан агрономдарымыз, бұрынғы істеген, олардың кезіндегі мен қазіргі нәрсе бір-біріне сәйкес келмейді. Олардың кезіндегі технологияларыңыз, мысалы, кеңес үкіметінің кезіндегі, совхоз кезіндегі, одан кейінгі кездегі обработкаларды қазір жасай алмайсыз. Ол технологиялардың бәрі қалды. Одан бері жеріміздің бәрі эрозиясы болды, себебі деген кетті. Сондықтан ол кісілердің білімімен қазір өнім алу қиын. Ол кісілер өте білікті, мен ол кісілер не отқан жоқ, бірақ ауа райының өзі ол кездегідей емес. Мысалы, ол кезде март, наурыз айында қар жататын болғанда, мысалы, өзіміз бала кезде сондай еді. Ал қазір біз ақпанда өнім егіп жатырмыз. Февраль айында біз өнім егеміз. Февральде. Ол кезде марттың өзінде егіс еге алмайтын дәрежелер болғанда, ылғал көп түсетін еді. Қазір ылғал аз. Сондықтан да біз жаңа сорттарды, ылғалға төзімді сорттарды шықса дұрыс болар еді. Өйткені ауа райы жылдар жылға құрғақшылық ол бәріне көрініп тұрған нәрсе ғой енді. Жақсы, Серік мырза, енді өзіңіз сияқты шаруашылықтар бар, артыңыздан естіп келе жатқан жастар бар, соларға бір айтатын тілектеріңіз, ұсыныстарыңыз бар ма? Еңбек шығарайын, білім, бірінші кезегі білім. Білімсіз ол бекерге көп не кетеді ғой. Қазіргі шығаруға өте білімді болу керек қой. Ал енді мысалы экономикадан, биологиядан кішкене хабар болмаса,
Ол жаңағыдай айдап тастап егі өніп ала берем деген нәрсе қалды. Ондай нәрсе болмайтын шығар енді. Қазір мысалы бізде аграрлық вуздар жеткілікті ғой. Астанада бар, Алматыда бар, Семейде бар, тағы басқа жерлерде. Сонда мысалы агрономдар, өзіңіз айтқандай жаңағы, басқа да ауыл шаруашылығына керекті мамандар шығарылып жатыр. Сондай сіздерге келіп отқан мамандар бар ма? Ондай бітіріп келген балдардың бірнешеуімен сөйлестім, бірақ олардың бәрі теорияда. Олардың практикадан хабары мүлдем аз. Практикадан мүлдем хабарымыз. Мысалы ол жаңағыдай басқа облыста оқып келсе, ол облыстың заты бізге жүрмеуі де мүмкін. Мысалы солтүстігіміздің бидай егудің технологиясын өзі жүрмейді. Мысалы жаңағыдай нулевой деп атқан, мынау таулаудандарға келмейді. Ол жақта қолданған технология бұяққа келмейтін жағдайлар бар. Олар практика болады, теория емес. Одан біз ақылдасқанда оқымаса да тоқыған шаруалар бар. Көңілге тоқып жүрген, ненің қандай екен. Солармен ақылдасып шешіп жатқан жағдайымыз бар негізі. Ал Серік мырза, жаңағыны айтып кеттіңіз, өзіңіз мына тұқым шаруашылығымен айналысып жатырсыз деп шамаңыз келгенше. Енді осы процесс жайлы айтып өтсеңіз, тұқымды шауып алып келесіздер, жаңағы одан кейін өзінің процесі бар ғой, қалай тазалау керек, жаңағы өзіңіз айтып жатсыз, жаңағы сарнияктар бар деп та, соны да тазалайтын аппараттар бар. Сол жағын бәрін айтып кетсеңіз қалай? Бірінші орақтан қалдыру екі түрлі болады да, біздің өзімізде қолданылатын нәрсе. Жоңышырықты екі түрге болады. Біреуі бірінші орақтан, екінші орақтан деп айтылады. Өзіміздің тілде бірінші орақ деген сөз ол көктемнен августтың басында орылады. Екінші орақ дегеніміз майдың ішінде бір орып аламыз да, екінші өсіп шыққан ұрыққа қалдырамыз. Бізде багара болмаған екен, суғармалы жер болғаннан солай қолданамыз. Мынау жатқан қазір екінші орақтың ұрығы под комбайн жатыр. Енді бұл сәл нашарлау полянка ескерген. Одан мынандай біз аппаратқа салып, мына комбайнмен келгенді бөліп, мына аппараттан бірінші бөліп аламыз. Қандай аппарат? Мына аппаратпен бе? Мына Петкус селектора 218 деп айтылады. Осымен бөліп аламыз, осы бірінші ұрықты шығарады. Дробина бобигін, шиыршығын екіге бөледі. Мына шиыршықты біз шиыршықтың ішіндегі ұрықты алу үшін нені қолданамыз, мына жақта жаңағы КДУ деген бар, соған жағарып, майдалап, шиыршықтың ішіндегі екіншісін алады. Бәрін осы екеуінің боғынды қайттан мынаған салып ұрығымызды алып алғаннан кейін, мына жақта магнитка деген аппарат бар, ол да жаңағы Форшит деген фирманікі, немістің баяғы фирмасынікі, магнитка. Оның ішіне саламыз. Мына аппараттың қызметі ұрықты салмағы мен көлеміне қарап бөледі. Мысалы, жоңышырықтан майда болса астына тастап жібереді, ірі болса үстінде қалады. Яғни бұның ішінде сорттайды. Сорттаған кезде көлем мен салмағына қарап сорттайды. Сол айтып. Егер жоңышқаның ұрығымен бірдей, мысалы, шырмауықтың ұрығы, кекіренің ұрығы болса, бұл аппараттың бөлуге шамасы жетпейді. Оған арналмаған. Бұдан кейін жаңағы іште магнитка деген аппарат бар. Ол да осы Форшит фирмасынікі 590 сидінді мамандар біледі. Соған саламыз. Ол жерде трафалин деген дәрімен дәрілеп аламыз. Оның қызметі жоңышқан ұрығымен жаңағы салмағымен көлемі бірдей нәрселерді жоңышқұрықтан ажыратады. Ол ажырату процесі жоңышқұрықтың беті өте жылтыр болады да. Мысалы, шырмауықтың басқа дәндердің бетінде көзге көрінбейтін дәрежеде бүдір болады деп айтылады. Сол бүдірге жаңағы трефалин деген темірдің ұнтағы шаң сияқты сол жабысып болады да, сол магнитикаға жабысып, сол арқылы соның негізінде екіге бөлінеді. Жоңышқұрық оған жабыспайды да, басқа нәрселер жабысып қалады. Жаңағы бір бүдір оралады. Не болғаннан кейін, жылтыр болғаннан кейін, оған жаңағы трефалин тұрмайды да, анау кедір бүдір болғаннан тұрып қалады да, содан кейін мынау магнит өзіне тартып алады да, оны бөлек шығарып тастайды. Сонда ол тазаланады. Бір тазалағаннан не қыламай, бір-ақ рет өткізесіздер ма магнит? Енді ол ұрыққа да байланысты. Кейбір ұрықтар таза болады, бір рет өткізу керек. Кейбіреулерде өте қатты ластанса, оған екі рет өткізуге тура келеді. Қайталап өткізуге де болады. Ол бірақ тұқымның жаңа сапасына ешқандай кері әсерін тигізбейді. Енді біздің білуімізше, біз сұраған агрономдар оның әсер етпейді деп айтады.